Сәлем баршаңызға, құрметті оқырмандар. Парақшама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үй жағдайында осындай бөлке нан рецептін бөлісіп өтемін. Міндетті түрде видеоның соңына дейін көріп, рецепті қарап, үй жағдайында осындай әдемі, дәмді, қатпарлы нан жасап десеңіздер болады. Обязательно жаңағы дүкеннен, магазиннен, базарлардан сатып алмастан үйде дайындап өздеріңіз жесеңіздер болады. Видеоның соңына дейін көріп, парақшама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Бізге қажетті заттар: ұн, жылы су, тұз және де ашытқы қолдан жасаған, яғни закваска деп аталады. Осымен қазір қамыр илейтін боламыз. Заквасканың рецепті менің парақшамнан көрсеңіздер болады. Закваскадан дайындалатын көптеген нандардың рецептілері бар. Ол бізде табиғи ашытқы, өзіміз қолдан жасаймыз, 2 ғана заттан. Міндетті түрде сол видеоны көріп, үйреніп алыңыздар. Дрож салмастан илей бересіздер. Осы ашытқыны салып, енді сумен жаңағы ашытқымыз екеуін жақсылап араластырып аламыз. Лопата немесе қасықтың көмегімен ұнымыздың барлығын саламыз. Қолымызбен жақсылап біріккенге дейін. Бізде бұл жерде кішкене қолға жабысыңқырау қамыр болады. Лишний басқа ұн қосып отпаңыздар. Осымен жақсылап біріктіріп алыңыздар. Қамырымызды илеп, кішкене 2 ас қасықтай сұйық май құйып жібереміз қамырымызға. Қолымызға жабысып қалғандарын бәрін жақсылап тазалап, осындай кішкене бір-біріне біріктіріп аламыз. Енді тағы да 100 грамдай ұн аламыз. Столдың үстіне сеуіп, осы қамырымызды ішіне тұзымызды салып, енді осы тұз ішінде еріп, қамырға біріккенге дейін жақсылап осылай ұнмен илеп аласыздар, жаңағы 100 грамдай ұнмен. Сонда біздің 2 штук нанымызға осы рецепт кетеді, және де 1 кило 100 ұн кетіп жатыр бізде бұл жерде. Қамырымызды илеп алдық. Енді ыдысымызға салып, бетін крышкасын жауып, 2 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. 1 сағаттан кейін тағы да бір рет қайырып қойсаңыздар болады, тезірек көтерілу үшін. Міне біздің 2 сағатта қамырымыз осындай күшті, керемет болып көтеріліп шықты. Жаңағы табиғи ашытқы, қолдан жасалынған ашытқымыздан біздің нанымыз өте керемет болып шығады, және де адам ағзасына пайдалы болып келеді. Бізде дрожға қарағанда, дрож негізі зиян, бірақ енді амал жоқ. Базардан, дүкендерден ашытқы сатпаған соң дрожды алып жейміз. Жаңағы ашытқының рецептін көріп үйреніп алсаңыздар, өздеріңіз үйде дрожсыз, зиянсыз нандарды илеп жей бересіздер. 2 зуалаға бөліп 20 минутқа тындырып алдық. Енді нанымыздың формасын келтіретін боламыз. Біреуін тағы да бір рет қайырып, осылай бетін жауып қойыңыздар. Осылай ұзыншақ тәрізді етіп жасап аласыздар нанды. Енді сіздерге қазір нанның формасын көрсетіп өтемін. Кондитерский магазиндерден, базарлардан тапсаңыздар болады, немесе интернет дүкендерден таусаңыздар болады. Телефоннан Zeta деген парақша бар, онлайн магазин, сол жақтан тапсаңыздар болады. Бетін жарты сағатқа жауып қойдық. Жарты сағаттан кейін өткірлеу пышақпен немесе лезвімен осылай бетін кесіп тіліп аламыз. Бізде пісіп жатқан кезінде бұл қазір көтеріліп жарылып кетеді, сондықтан осылай узормен кесіп алсаңыздар, өзі ісіп көтеріп әдем болып шығады. Тағы да 20 минутқа бетін жауып қойдық. Енді 20 минуттан кейін бетіне жұмыртқамызды жағып, күнжітімізді сеуіп әсемдеп аламыз. 180-170 градуста 1 сағаттай пісіріп аласыздар. Бізде бұл жерде форма қалың ғой. Егер чұқалау форма тапсаңыздар, 180 градуста 35-40 минуттай пісіріп аласыздар. Біздің нанымыз пісіп шықты. Енді екінші нанымыздың да жаңа формасын жасап аламыз. Негізі бірдесінен 2 нанның формасын алып қойсаңыздар болады. Екеуін де жасап, сразу бірдесінен пісіріп алатын. Менде біреу болғаннан кейін кезектетіп пісіріп алдым. Нанымызды ішіне шығарып, әбден суып тұр. Ол қазір бетіне кішкене ұн сеуіп жүрсеңіздер болады. Жаңағы пышақпен кесуіне алдына тағы да жарты сағатқа бетін жауып қойдық. Нанымызды қараңыздар, іштері, сырты барлығы өте әдемі болып, күшті болып шыққан. Тура дүкендегі нандар сияқты өте дәмді болады, және де салмақты, ауырлау болады. Тойымды, өте керемет дәмді нан болады. Енді жарты сағаттан кейін бетін кесіп аламыз пышақпен. Өткірлеу пышақ болған дұрыс, жаңағы айтып өткенімдей. Менде кішкене өтпестеу болып, осылай кішкене кесілу қиындау болды. Немесе басқа зормен кессеңіздер де болады. Енді бізде жаңа екінші золамыз әбден ана жерде көтеріліп тұрғаннан кейін тағы да жарты сағатқа бетін жаумай қойсақ та болады. Негізі қамырымыз өзі көтеріліп тұр. Бетіне жұмыртқамызды жағып, күнжітімізді сеуіміз, немесе пісте жаңғақ сепсеңіздер де болады. Магазиннің нандары сияқты етіп.
Енді жаңағы айтып өткені 180 градуста 1 сағаттай немесе 45-50 минутта пісіп шығады. Енді әркімнің пеші әртүрлі, өздеріңіздің духовкаларыңызға, пештеріңізге қарай көресіздер. Наныңызды қараңыздар, беттері қытырлы, қатпарлы, іштері жұмсақ әрі барлық жер толықтай пісіп шыққан. Міндетті түрде жасап көріңіздер осы нанның рецептін. Менің парақшамнан алыстамаңыздар. Алдағы уақытта көптеген рецептілермен бөлісетін болам. Әртүрлі формамен кесіп, шаймен, сармайлармен, қаймақ барлығымен өте күшті кетеді. Және де өздеріңіз қолдан жасап жеп отырсыздар. Көп ақша да кетпейді. Ішінде ыстық кезінде, бірінші формадан шыққан кезінде ыстық болады ғой, сол кезде кесуге асықпаңыздар. Іші әбден суығаннан кейін барып кесіп жесеңіздер болады. Міне біздің екінші нанымыз да пісіп шықты. Осындай керемет болып көтеріліп шығады. Формадан шығаратын кезде жарты сағаттай суытып алыңыздар. Содан кейін барып шеттерін пышақпен жаңағындай көрсетіп өткендей етіп кесіп шығарып аласыздар. Бізде әлі де іші жып-жылы бұл жерде. Енді нанымыз әбден суығаннан кейін барып кесесіздер. Осымен біздің булка нандарымыз дайын болды. Домашний хлеб. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Парақшамнан алыстамаңыздар. Парақшамда тағы да көптеген рецептілер бар. Нандардың, тамақтардың, тәттілердің. Алдағы уақытта тағы да сіздермен көптеген рецептілермен бөлісетін боламын. Закваскадан түрлі булочкалар, нандардың рецептін шығарам. Құдай қаласа, менімен бірге болыңыздар. Сіздермен бірге болған Зұлхымар. Баршаңызға рахмет.